Рамазан айы бұл тек қана ораза ұстау ғана емес, сонымен қатар өзіміздің иманымызды күшейтуге арналған керемет айлардың бірі. Бірінші, бұл бізде намаз оқу. Намаз оқу бұл парыз екенін білеміз, бірақ кейбір адамдар на автомате оқиды. Менде де сондай уақыттар болған. Мен де бұрын осы намазды енді үйреніп бастап келе жатқан кезімде осылай на автомате оқитынмын. Тез оқып, тез дұғаңды жасап, артынан тұрып кетіп деген сияқты сондай уақыттар болған. Бірақ кейін өсе келе менің діндік кругозорым, діни білімім кеңейе келе осы әрбір сүрелерді, аяттарды тәпсірмен оқып қарау, не болмаса кәдімгі жүрегімен сезіне алған уақытым болып жатыр. Сондықтан намазды сізге на автомате оқуды емес, кәдімгі түсініп, бұл жай ғана бір міндет, парыз емес, бұл Алламен байланыс құру, Алламен диалог құру, сондай бір тамаша, сиқырлы уақыт деп оқысаңыз екен деймін. Екінші, бұл азкарлар оқу, яғни зікірлер айту. Мен күнделікті осы таңғы зікірлерді және де кешкі зікірлерді оқимын. Оны сәжде бағдарламасында қарасаңыз болады. Осы бағдарламада осы зікірлер бар. Таңғы зікірлерді біз қай уақытта оқимыз? Бұл таң намазы кіргеннен күн шыққанға дейінгі уақытта оқылатын зікір. Оның ішінде көптеген зікірлердің түрі бар. Оның ішінде кешірім тілеудің төресі деп айтылатын истихфар бар. Осы сонымен қатар Ықылас сүресі, Фалақ, Нас сүрелері, әртүрлі зікірлер бар. Соларды оқып жүресіз және де сіз Алланың қорғауында екеніңізді сезінесіз. Күніңіз берекеге толы болады, егер де осы таң намазын уақытында бастасаңыз. Және де өміріңізге ризығыңыз да, несібеңіз де арта түседі. Сонымен қатар әртүрлі сиқырдан, әртүрлі салымдардың кесірлерінен сақтанасыз. Сонымен қатар осы кешкі зікірлерді, бұл екінті мен ақшам арасында оқылатын зікір. Осы кезде жүрегіңізді тыныштандырып, Алламен байланыс құрып, өзіңіздің жете алмай жүрген мақсаттарыңызды тілеп, осы уақытта мен естігенмін, бұл кезде періштелер сізбен ауысатын уақыт екен да. И осы уақытта біз осы Аллаға тапсырады, Аллаға отчет береді. Осы уақытта періштелер ауысып, сол кезде осы зікірді вечерний азкарымызды оқығанымыз дұрыс. Сонымен қатар осы екінтінің соңғы сағатында дұға жасау, бұл дұғалар қабыл болатын уақыттың бірі осы екінті уақытысында деп айтылады. Сондықтан осы сағатты құр жібермей, осы кешкі зікіріңізді айтсаңыз және дұға тілегіңізді тілесеңіз, Алланың қалауымен ол міндетті түрде орындалады деп ойлаймын. Келесі, бұл салауат және истихфар айту. Салауаттың пайдасын барлығымыз білеміз, барлық жерден көріп жүрміз, естіп жүрміз, біліп жүрміз. Бірақ кей кезде осылай ұмытып кететініміз бар. Сондықтан осы Рамазан айында осы шансты упустить етіп алмай, көбірек зікір айтып, көбірек салауат айтып және де истихфар етуге асығайық. Салауат айтсаң, егер де кім бір рет салауат айтса, Аллах Тағала оған 10 рет салауат жолдайды дейді. Сондықтан осы салауатты жібермей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат жолдайық. Және истихфар. Истихфар бұл кешірім тілеу Алладан. Астағфираллах деп, күніне 100 рет осылай астағфираллах деп айтамын, күніне 100 рет салауат айтамын деген сияқты тәсбих арқылы, электронный тәсбих, не болмаса осы сәжде қосымшасына кіру арқылы сіз ішінде санап тұратын бар, өзінің соны басып санап өзіңіз көрсеңіз болады. Және де осы зікірлерді оқи отырып, сіз өзіңіздің өміріңіз берекеге шынымен толы екенін сезінесіз. Осы Рамазан айында барлық істер екі еселеніп жататынын білесіз. Сондықтан осы шансты упустить етіп алмаңыз. Келесі нәрсе бұл тахажжуд намазы. Тахажжуд намазын енді 5 парыздан кейінгі важный намаз десек болады. Осы тахажжуд намазы бұл түннің үштен ең соңғы бөлігінде оқылатын намаз, яғни таң намазы кірерден алдын 1 сағат бұрын оқисыз. Осы тахажжуд намазына байланысты осы Құранда айтылған екен. Аллах Тағала 38 сүренің 16-17 аяттарында ол төсектерінен жамбастары ажырап
Алла тағалаға қорқады, әмете жалбарынады деген аят бар. Осы аятта біз сонымен қатар олар осы намаз уақытысында тілеген дұға тілектері сый-сияпат болып, және де адамның ойына кіріп шықпайтын нәрселер орындалады. Сіз оны түсінбейсіз, как это так деген сияқты таңғалып қаласыз. Сый-сияпат беріледі деген екен. Сондықтан осы тағажуд намазында қалауыңызға жете алмай жүрген болсаңыз, арманыңыз орындалмай жүрген болса, осы уақытта тағажуд намазына тұрып, иманыңызды арттырып, Аллаға жақындап, арманыңыздың орындалуына әрекет етіңіз. Келесі нәрсе бұл Алланың көркем есімдерін жаттау. Осы Алланың көркем есімдеріне байланысты Құранда 7-ші сүреде айтылады, ең әдемі есімдер Аллаға тән деп. Осы есімдер арқылы біз Аллаға жалбарынып дұға ете аламыз. Егер де мысалы өміріңізге ризығыңыздың артуын қалайтын болсаңыз, я Разақ, менің осы өміріме ризығымды арттыра көр деген сияқты өзіңіздің қалаған арман тілегіңізді орындайсыз. Я Уаххаб, мысалы сый беруші, я Аллахым, мені өзіңнің сыйыңа бөлей көр, я Рахман, мені өзіңнің мейіріміңе бөлей көр деген сияқты осы Алланың есімдерімен дұға етіп жалбарынасыз. Мысалы ауырып қалған болсаңыз, я Шафи, Алланың Аш-Шафи деген есімі бар, осы есіммен дұға етіп жалбарынасыз деген сияқты осы есімдерін оқып, жаттап және мағыналарын түсініп, оны дұғамызға қосу арқылы дұғамыздың қабыл болуына септігін тигіземіз. Және де осы салауат айту арқылы біз дұғамыздың, ол мысалы біздің дұғамыз тілеген кезде аспанға көтеріліп тоқтап қалады екен да. Салауат айту арқылы біз осы дұғамыздың көкке, Аллаға жетуіне ықпал ете алады екенбіз. Сондықтан дұғамызды айтқан кезде артынан салауат айтуды ұмытпаңыз. Құран оқу. Құран оқу бұл бәріміздің қолымыздан келе бермейді. Құранға түспеген адамдар болуы мүмкін. Мен де сондай адамдардың бірімін, бірақ Құранның транскрипциясын оқу арқылы оқимын. Транскрипциясын оқимын, мағыналарын оқимын. Және де ол көп уақыт алмайды. Енді ол аяттардың санына байланысты. Мысалы, Ясин сүресі 80 аят деген сияқты, Мүлік сүресі 30 аяттан тұрады. Осы Мүлік сүресін кешке жатар алдында оқитын болсаңыз, қабір азабынан сақталасыз деген сияқты сондай пайдалары бар. Сондықтан осы әдетті де өзіңіздің өміріңізге енгізіп қойыңыз. Сонымен қатар Уақиға сүресін оқу арқылы ризығыңыздың артуына септігін тигізеді. Осы Рамазан айында осы уақытты бір сондай берекелі етіп пайдаланайықшы. Және де келесі діни кітаптар оқу. Діни кітаптар, әртүрлі діни подкасттар тыңдау. Мен мысалы осы уақытқа дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы кітабын қолымда болса да оқи алмадым, оны жолдасым оқып жүр. Мен осы кітапты қанша тырыссам да, басқа кітаптарды оқимын, бірақ именно осы кітапты оқи алмай жүрдім. Сол кезде осы Рамазан айында оқиыншы деп ниеттеніп, қазір бастап оқып жатырмын. Және де осы пайғамбарымыздың өмірін оқу арқылы, оның мысалы ютубта әртүрлі жаңағы Нұрсұлтан ұстаздың осы өмір сирасын айтып беретін подкасттар бар, соны тыңдасаңыз болады. Сондай өміріңіз берекелі болып, даже бұл не деген чудо деп таңғаласыз. Сондықтан осы кітапты оқуға кеңес беремін. Сонымен қатар хадистер жинағы деген кітап бар. Осы кітаптарды алып оқысаңыз болады. Және де осы сираға қатысты адамзаттың асыл тәжі деген де кітап бар. Сол кітаптарды да оқысаңыз болады. Осымен менің видеом аяқталды. Осындай рухани видеолар керек болатын болса, пайдалы болған болса, онда арнама жазылып қой. Келесі видеоларда басқа да көптеген рухани тақырыптарды қозғайтын боламын. Сонымен қатар каналға жазылып, подписаться деген батырманы басып, жүректі, колокольчикті және сонымен қатар астына комментарий жазуды ұмытып кетпеңіз. Егер де осы Рамазан айында осы бастаймын деп ниеттеніп жүрген болсаңыз, мен сізді күтемін. Және де әрекет етуді тоқтатпаңыз. Тамшы тама тас жарады демекші, өз әрекетіңізді жасайтын болсаңыз, ақырет күніңізге де азық жинайсыз және қазіргі өміріңізді де сондай берекелі ете аласыз. Осымен менің видеом аяқталды. Пока-пока.